Бойыңа біткен баланы алып тастау да осылай тез болу мүмкін, бірақ салдары оңай емес. Асығыс шешім қабылдап, кейіннен өкінетіндер де жетерлік. Баламды қайтарып беріңдерші деп жылап талады. Бірақ уақыт кері жүрмейді, ал жаныңды өртеген өкініш санаңда мәңгі қалады. Медициналық абортқа жүгінетін қыз-келіншектер көбейіп бара жатыр. 75 мың астам әйел жылына аборт жасайды екен. Сол себеп салдардан қазіргі таңда көп әйел қыз-келіншектер бедеулік деген диагноз пайда болады. Біз де өзіміздің приемдарымызда көп қыз-келіншектерді көреміз. Сондықтан да уақытысында өз дұрыс контрацептивтік дәрілерді қолдануға болады. Неше түрлі мүшеқаптар болады. Егер де қыз-келіншектер уақытысында дәрігердің кеңесін алатын болатын болса, онда бұндай мүмкіндіктер болмайтын еді.